Мырзатөбе елді мекенде үлкен қуаныш. Осындай жаңа заманауи Мақсат Жанат балабақшасы үлкен ғимарат салып, арнайы ашылу салтанатын өткізіп отыр. Бұл Мақсат Жанат балабақшасы 10 жылдан астам уақыт болды осы елді мекенде жұмыс істеп келатқанына. Президенттің несіменен, қолдауыменен осындай кәсіпкерлер осында ашып, осы елдің ұрпағының келешегі үшін саналы тәрбие беріп, жақсы жұмыстар атқарды. Енді бұл жігіттерге рахмет айтсақ болады. Ал енді бүгінгі күнге мына жеткен жетістігі бұл көп еңбекті, қажырлы еңбекті, тынбай ізденушілікті талап ететін жұмыстар. Жаңа осы ауыл тұрғындармен бірге ішін аралап көрдік. Өте жақсы, көп тірлік істеген, сондай көздің жырайын алатын еңбек еткен ұжымға рахмет. Ал енді өзіне-өз бола салатын, келе салатын тірлік емес, оның бәрі көп ізденісті қажет еткен, тынбай істеп, осындай дәрежеге жеткізіпті, рахмет. Ал енді жаңа айтқан ауыл тұрғындары айтып жатыр, үлкен ақсақалдар ырзашылығын айтып жатыр, жақсы жақтарын айтып жатыр. Ал осы балабақшада тәрбиеленген бақыттар нағыз бақытты деп, шын мәнде барлық жағдай бар, арнайы мамандандырылған орында мектепке дейінгі тәрбие жұмысы, алғашқы білім нелері міне дәл осы жерден басталып, осыда жақсы, ұжымы да жақсы екен. Сондай жақсы осында хабары бар кісілер осылармен араласып жүргенде сондай мақтап, жақсы мінездеме беріп жатыр барлығына да. Рахмет бұларға, өстіп еңбектердің рахатын көре берсін, елге қызмет ете берсін, елге жасаған қызметі еселеп өздеріне қайта берсін. Жаңа айтып өттік, бұл жердің алғашқы тәрбиеленушілері қазір жоғары оқу орнында оқып жатыр деп. Иә, міне қанша уақыттан бері еңбек етіп жатыр. Ал енді осында барлығы да бүгін қуанып, балдар да, үлкен кісілер де, қарттар да осындай үлкен ғимараттың ашылғанына қуанып жатыр. Қуаныштар ұзағынан болсын, амандық болсын. Менің атым Исмайылов Серікбай, осы ауылдың тұрғынымын. Бұл балабақшаның осындай дәрежеге жетуіне жақын таныспын, жақсы білемін. Қандай қиын күндер болды, сол қиыншылықтардың бәрі бүгінгі күні артта қалып, мынандай жақсы жетістікке жетіп, еңбектерінің арқасында. Бүгін біздің Мақсат Жанат балабақшасында үлкен іс-шара болып жатыр. Ол іс-шараның ішінде мына Наурыз мерекесі, анамен ән, баламен оның қайыр атты, және мынау балабақшамыздың бүгін ашу салтанаты болды. Көріп жатсыздар, ашу салтанатына мынау әкіміміз, өзіміздің Нұрлыбай әкімі кесіп отыр, үлкен ақсақалдарымыз кесіп отыр. Мына Мақсат Жанат балабақшасының ғимараты 2025-тің август айында бітіп, 1 сентябрь күні осы жаққа көшіп келдік біз. Сентябрьдің басында көшіп келіп, содан бастап өзіміздің балабақшада жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Бұл ғимараттың квадрат метрі көріп жатсыздар, өте үлкен, стандартқа сайғып салдық. Әр топта 4-5 бөлмеден 3 топтық 70 балалық балабақша. Мақсат Жанат балабақшасы. Наурыз мерекесі құтты болсын. Балабақшамыз Нұрлыбаев елді мекеніне құт берекесімен, тәрбиесімен үлкен жетістіктерге жеткізе берсін. Балдарымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Тек жақсылық тілеймін. Қазақстанымыз көркейіп, өсіп өне берсін. Өсіріп отырған ұлдарымыз біздің жаңа нелеріміз айтып отыр ғой бастамада. Ең бірінші бастама бұл балабақшадан басталады. Білімнің бастамасы өте қиын. Егер шындап білетін болсаң, балабақшаның жұмысы өте қиын. Бұл баланы жаңағыдай кішкентай кезінен қасық ұстауды, бәрін дәретке отырғызудың бәрін осы тәрбиешілерім, осы қызметкерлер, осы ұжымдағылардың бәрі қол алысып бәріміз жұмыс жасап жатырмыз.
Аты жөнім Сейтбекова Сәуле Махамбетовна. Осы балабақшаның меңгерушісі және құрылтайшымын. Қанша топ бар, қанша бала оқиды? Біздің балабақшада 70 бала бар, 3 топ бар. 2 25 балалық, 1 20 балалық топ. 4 5 жастық, 3 жастық и 2 жасар балдар бар. Қызметкерлер 18 қызметкеріміз бар. Осы тасымалдауымыз бар, я. Тасымалдауымыз стандартқа сай кәдімгі жаңағы несі бар, алдында ремен бәрін қамтығанбыз. Газеліміз бар.